Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ең нәзік молочная девочка, яғни сүтті қыз тортының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, оның үстінен сгущенкамызды құятын боламыз. 1,5 банка сгущенка құятын боламыз. 1 банка қоссаңыздар да болады, бірақ егерде 1,5 банка қосатын болсаңыз, сіздің корждарыңыз өте нәзік және де биік болып шығатын болады. Және де оның үстінен ерітілген сары май құямыз. Барлық қоспаларымызды жақсылап миксерлейміз. Келесі біз алдын ала електен өткізілген ұнымызды және де қамыр қопсытқышымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Ұнымызды бірден қосып жіберуге болмайды, бірнеше бөліктерге бөле отырып қосамыз. Сонда біздің корждарымыз биік болып көтеріліп шығады. Осымен біздің сүтті қыз тортымыздың қамыры дайын болды. Осындай сұйық болып шығуы керек. Келесі кезекте біз пергамент қағаздарын дайындайтын боламыз. Мен поклан пергамент қағаздарын пайдаландым. Пергамент қағаздарын бөліктерге бөліп, оның үстіне өзімізге қажетті диаметрді таңдап алып, ручканың көмегімен немесе фломастермен сызып аламыз. Енді шамамен 4 ас қасықтан бөліп, пергамент қағаздарына салып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп, тегістеп шығамыз. Менде 24 диаметрлі форма 6 корж шығады. Дайын болған корждарымызды 180 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге салқын 33-35% сливки қажет болады. Оның үстінен қант немесе қант ұнтағын салып миксерлейміз. Біздің креміміз қоюлана бастағаннан кейін оның үстіне сүзбелі ірімшікті салып, тағы да миксерлейміз. Бізде осындай өз формасын ұстайтын қою крем пайда болуы қажет. Енді пісіп шыққан корждарымызды осылай формамыздың көмегімен кесіп аламыз, сонда біздің тортымыз түзу болып шығады. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Осындай кольцоның көмегімен тортымды жинадым. Егер сіздерде жоқ болса, қолданбасаңыздар да болады. Тортымыз одан әрі нәзік болу үшін пропитка пайдалансаңыздар болады. Енді оның үстінен кремді бір келкі етіп, барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Тортымыз өте нәзік және де дәмді болып шығады. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Әрбір коржымызды осылай кольцомызға салғаннан кейін оның үстінен міндетті түрде пропиткамызды жағып шығамыз. Тортымыздың сыртын тегістеу үшін тағы да крем пайдаландым. Ол үшін 33-35% салқын сливкиді жақсылап миксерлейміз. Кішкене қоюлана бастағаннан кейін оның үстіне сгущенкамызды құйып, тағы да миксерлейтін боламыз. Миксерімізді ең алдымен төменгі жылдамдықпен бастап, содан соң әр минут сайын жылдамдықты арттырамыз. Бізде қою, өте дәмді, нәзік крем пайда болады. Осымен біздің креміміз дайын. Біздің дайындаған креміміз тортымызға балмұздақ секілді ерекше дәм беретін болады. Дәл осы кремнен басқа да өздеріңіз қалауларыңызша кез келген кремді пайдалансаңыздар болады.
Кремімізді барлық жеріне жеткізіп, тегістеп жағып шығатын боламыз. Енді дайын болған тортымызды әсемдейтін боламыз. Мен құлпынай және шоколад пайдаландым. Немесе үй жағдайында кез келген жемістермен немесе шоколадтармен әсемдесеңіздер болады. Осымен біздің өте дәмді, ең нәзік, сүтті қыз тортымыз дайын болды. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонда менің келесі шыққан видеоларымды ең алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар.